Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қасықтарды, шанышқыларды тазалаудың өте оңай жолын көрсетемін. Негізінде қасық шанышқыларымыз таза, тек қана озоры бар жерлерде, міне қарап тұрғандарыңыздай қара болып кірлер тұрып қалады, немесе май тұрып қалады. Осыларды кетіруді жолын көрсетемін. Мінекей озорларын қарасаңыз, осындай жерлерінде қара-қара болып тұрады. Міне үлкен қасықтарымда да сондай тұрып қалған. Және де осындай сита бар, майланып кеткен, қап-қара болып, осыны да тазалаймыз. Кастрөлімізді алып, қасықтарымызды, шанышқыларымызды, жаңағы тазалайтын ситамды барлығын салып алдым. Енді суымызды құямыз, қасық шанышқыларымызды толықтай жабуы қажет, және пешімізге қайнататын боламыз. Қайнаған бетте бірінші тұзымызды саламыз, одан кейін ас содасын саламыз. Және пешіміздің астын баяу отқа қойып, 1 сағаттай қайнатамыз. Мінекей суымызды 1 сағаттай қайнатты, қасықтарымыз тап-таза болып дайын болды. Осы әдіспен дәл осындай нәтижеге жетеді деп ойламадым. Керемет болып тазарды барлығы. Барлығын судан шығарып алғаннан кейін ыдыс жуғыш құралмен жақсылап жуамыз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай суымыз қап-қара болып кеткен. Яғни біздің қасық шанышқыларымыз өте керемет тазарды дегеннің белгісі. Қасық шанышқыларымды ыдыс жуғыш құралмен жақсылап жуып, құрғақ шүберекпен сүртіп алдым. Мінекей ситамыз қандай тап-таза болған көрініп тұр, өздеріңіз байқағандай. Қасықтарымыз да тап-таза, озорлары бәрі тап-таза, ешқандай кір көрінбейді. Майлары да барлығы кеткен. Осы әдіс маған өте қатты ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Достар, видеоны ұнаса лүпіл басып, пікір қалдырып, маған тіркеліп кетіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.